Оралда Аманат партиясының жылды табысты аяқтаған бастауыш партия ұйымдары мен белсенділері марапатталды. Бүгінде өңірде 213 бастауыш партия ұйымы жұмыс істейді. Ел алдында берілген сайлауалды уәделердің уақытылы орындалуы партияға сын. Ал бұл істе бастауыш партия ұйымдарының еңбегі зор. Сондықтан осы ауқымды жұмысты уақытылы әрі толық орындаған 35 бастауыш партия ұйымы марапатталды. Игі іске сүбелі үлес қосқан белсенділердің де еңбегі ұмыт қалмады. Бұл бірлестіктер Аманат партиясының қолғанаты іспетті. Өйткені осы ұйымдардың көмегімен партияның 17 жобасы сәтімен жүзеге асырылыпты. Оның ішінде ауылдағы ағайынның мұң-мұқтажына көңіл бөлінген. Жер аманаты бойынша біз жоспар бойынша 50 мың гектар қайтару керек болсақ, бүгінгі таңға 200 мыңнан астам гектар жер қайтарылды. Ауыл аманаты бағдарламасына келетін болсақ, бұл жоба өңірімізде үлкен жұмысын атқарып келе жатыр. Жылды партиямыз жақсы нәтижелермен аяқтап жатыр. Биылғы жылы енді келесі жылда да алда үлкен жоспарларымыз бар. Бұйырса осы бағытта атқарамыз деп есептеймін.